Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі 1 қыркүйек алғашқы қоңырау мерекесі құтты болсын. Егер балаларыңыз мектепке барып жатса, аттап жатқан қадамдары құтты болсын. Балаларыңыздың дендері сау болып, сабақтарын жақсы оқысын. Бүгін түске дейін балаларды мектепке апарып алғашқы қоңырауларына қатыстырдым. Одан кейін үйге келіп, үй жинауға кірістім. Ал бұл қорапшада менің Пинтодадан заказ берген нәрселерім келді. Яғни туалетке арналған, яғни унитазға арналған иіс шығаратын унитазды тазалағыш нәрсе. Қазір сіздерге ашып көрсетейін. Ішінде бірнешеуін заказ бергенмін, арзан болғаннан кейін біразға жетеді деп. Осындай шприц тәрізді екен, иістері әртүрлі, фруктылардың иісі шығады, жеміс-жидектердің. Маған ұнады. Қазір туалетті тазалап, істе қалай екен сіздерге ашып көрсететін боламын. Ішінде гель тәрізді сұйықтық және осындай екі артынан итеретін пластмасса затын салып жіберген екен. Мына жерінен шығады гель және мына артынан бай шприцін салып итеру керек екен. Сол кезде ішінен гель шығып өзі жабысады унитазға. Бірінші кіреберістің есігін тазалап алайын деп шештім, өйткені балалар жаз бойы ойнап, үйге кіріп шығып жүргенде қолдарының кірі, ласы, балшығы жағылып қалған екен. Міне көріп тұрғандарыңыздай, балалардың саусақтарының іздері қазір барлығын тазалап алдым. Сабақ басталғаннан кейін енді үйге кіріс шығыс азаяды деп ойлаймын. Ал енді есікті тазалап болғаннан кейін ары қарай туалетті тазалайтын боламыз. Бұл жердің қол жуғыш ракинасы шағын, бөлек болғаннан кейін осы жерді қазір осылай тазалап аламын. Одан кейін унитаздың өзін тазалайтын боламын. Унитазымды да бір тазалап алдым. Ал енді бана Пинтодадан алған нәрсемді, жуғыш нәрсем ба, қалай айтсам болады, соны сіздерге іс жүзінде көрсетейін қалай екен. Осылай қақпағын ашамыз және унитазға артынан осылай итеріп, мына жерінен басатынымен бір ғана осылай жапсырамыз. Және суын ағызғанда өзі көпіршіп, гельдің иісі шығатын болады туалеттен. Ал енді сабақ басталғаннан кейін аналарға тағы бір жұмыс. Бұл балалардың аяқ киімдері, барлығын тазалау, ақ көйлектерін жуу деген сияқты шаруалар басталады. Менде де сол жұмыс. Балалар бүгін 1 қыркүйекке киіп келді, аяқ киімдердің барлығы шаң болды. Соларды сүртіп қойдым. Біраз жылдардан бері гүл өсірем және ең сүйікті гүлдерімнің бірі бұл орхидея гүлдері. Оларға өте ерекше бөлек күтім қажет. Сондықтан бүгін оларды суарып, удобрение құям деп шештім. Сарайған жапырақтары болса қиып алып тастаймын, жапырақтарын сүртемін. Үйде қандай да бір жапырағы сарайған гүліңіз болса, міндетті түрде сарайған жапырағын қиып, немесе кесіп алып тастауға болады. Өйткені гүл өзінің барлық гүл ашатын энергиясын жапырақтың сарғаюына, ары қарай шіруіне жібереді, гүл ашуына энергиясы азайып қалады. Сондықтан бірден қиып алып тастаған жөн, сонда гүліңіз ары қарай гүлдеп, жаңа жапырақтар беруіне өзінің энергиясын жұмсайтын болады. Осылайша артық жапырақтарын қиып, суын бір қиып шықтым. Ал енді қазір удобрениесін қиямын.
содан кейін қайтадан суға араластырып езіп осыны қайтадан су құйып шығамын. Біраздан бері қарай жапырақтарымда шаңы сүртілмеген еді, соларды қазір барлығын тез-тез сүртіп шығамын. Осымен менің бүгінгі үй жұмыстарым аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.